Саламатсыздар ма, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін осындай узор көрсетейін деп тұрмын. Өте әдемі узор. Бұдан жаңа детский безрукавка, плед тоқсаңыздар, өте қалың болып тоқылады. Міне толстая. Осындай узорды қалай тоқу керек, мен сіздерге қазір көрсететін боламын. Бізге осындай 3 түрлі түс жіп керек болады. Және де менде 3-ші номер ілмекпіз. Ең бірінші бізге воздушная цепочка керек. Воздушная цепочка 20 воздушная цепочка керек мені. Екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз. Осындай цепочкадан 20 керек бізге. Енді 20 воздушная цепочка мені. 21 болды мені. Енді мына 3-ші ілмектен аламыз. Мені 1, 2, 3. Мені мына ілмектен аламыз. Бұл бізде столбик без накида. Екінші цепочкадан столбик көтереміз мені. Міне 19 столбик тоқып шықтым. Воздушный цепочкамыздан 19 столбик көтердім. Енді мына жерде 20-ші столбик без накида. Енді басқа түс жіптен қосамыз міне. И бір петля подъема. Мына көк жіпті тартамыз. Бірінші тоққан міне. Енді мына жіптің ұшында оң жақтан сол жаққа қарай тоқып жатқанымызды бұрдық. Енді тура мына жерге тоқимыз. Тура столбиктің астына бір столбик тоқимыз. Бір петля подъема обязательно. Енді арғара қараңыздар. Накид алдым не? Енді мына жерге тоқимыз. Келесі столбикқа. Бір. Тура сол жерден 2. Накид. Тура сол жерден 3. 3 столбик көтердім мені. 3 столбикті бір ілмекпен барлығын қосып аламын. Жапамыз пышный столбигімізді бір петля подъемымен. Енді қайтадан накид. Енді мына қараңыздар, мынаны тастаймыз. Келесі мына столбиктан тағы да 3 пышный столбик тоқимыз. Бір накид. Тура сол жерден 2 накид. Тура сол жерден міне 3 столбик. 3 пышный столбик. Бір ілмекпен бәрін біріктіріп бекітеміз. Осылай соңына дейін тоқып шығу керекпіз. Накид. Бір столбик тастаймыз. Келесі столбиктан тоқимыз міне. Бір тура сол жерден 2
тура сол жерден міне 3 пышный столбигimiz бар. Енді барлығын бекітеміз. Накид, біреу, екеу, екіншісіне саламыз, екінші столбикқа. 1 2 3 1 ілмекпен барлығын қайтадан бекітеміз. Міне осылай соңына дейін тоқып шығу керексіздер. Қараңыздар, қатарым тоқып болдым. Енді міне соңғы пышный столбик, енді мына жерде соңғы столбикқа столбик без накида жасап тоқимыз. Осындай болып шығу керек сіздерде де. Енді басқа түс жіп қосамыз. Енді міне мынандай бирюзовый түсті жіп. Или давайте қызыл жіптен қосамыз, чтобы әдемі яркий болсын. Бір петля подъема көтереміз. И мына фиолетовый жібімізді тартамыз сол кезде. Енді сол оң жақтан сол жаққа қарай бұрыламыз. Тура мына жерде, мына столбиктан столбик без накида көтереміз. Бір петля подъема. Енді қараңыздар, біз мына жерде бір столбиктан тастап кеттік қой. Сол каждый столбикқа пышный столбик тоқитын боламыз. Енді накид. Міне тұр. Накид. Накид. Бір жерден 3 пышный столбик көтердік, бекітеміз бір ілмекпен. Жабамыз. Накид. Келесі міне. Мына жерден 3 пышный столбик көтеріп, 1 накид, 2 накид, 3 бір жерден көтеріп жатырмын. Пышный столбикті міне. Бір ілмекпен жабамыз. Накид. Осылай кезек-кезек тоқып шығамыз. Пышный столбиктан 3 пышный столбикне 2 накид, 3 бекітеміз. Накид. Мына жерге 3 пышный столбик тоқимыз. Накид, 2 накид, бір жерден 3 пышный столбик көтерме. Бекітеміз. Мына осылай соңына дейін тоқып шығыңыздар. Енді қараңыздар, мына жерде былай істейміз. Соңғы ілмекке былай, мына жерде соңғы столбикқа саламыз. Мына көк жіпті осылай ілеміз. Енді қызыл жіптен былай міне шығарып аламыз. И столбик без накида тоқимыз. Міне. Осымен екінші қатарымызды аяқталды. Міне өте әдемі шығып жатыр. Енді ары қарай көк жіппен тоқитын боламыз. Бір ілмек көтердім. Енді петля подъема. Қызыл жіпті тартамыз. Қызыл жіпті тартамыз. Міне сол кезде осындай әдемі көк жіптің өзі ғана қалады. Енді міне тура мына жерге бір столбик тоқимыз. Міне бір столбик тоқимыз
без накида міне. Бір петля подъема обязательно. Енді накид. И мына жерде біздің міне мына пышный столбик бекіткен столбиктің үстіне емес, а вот жанындағы столбикқа пышный столбикті қоймыз. Бірге накид 2, накид 3. Бекітеміз. Накид қайтадан 1, 2, 3. Бекітеміз. Накид. Накид. Екінші. Накид 3. Накид. Жаңағы айтқанда мынау пышный столбиктен көтермейміз, ал мына жанында бір столбик қалған бар, е. Накид. Екінші столбик. Накид. Үшінші пышный столбигіміз. Бекітеміз. Мына соңына дейін осы тұр, осылай өздеріңіз тоқып шығыңыздар. Мына жіптің ұшы. Кейін тығып тастаймыз, міне осылай. Қараңыздар, осындай болып шығып жатыр. Енді мына жерге жай ғана столбик без накида мен мына фиолетовый жібімізді былай ілеміз. Сосын столбик без накида. Енді бұрамыз тоққанымызды міне. Енді фиолетовый жіппен жалғастырамыз. Міне көк жіпті, голубой жібімізді тартамыз. Міне тура мына жерге бір столбик без накида тоқимыз. Бір петля подъема. Енді накид. Мынаған тоқимыз ғой сонда. Тығылып тұратында, мына пышный столбиктарында тастап кеткен біздің мынандай тастап жатырмыз ортасында бір столбик, е, міне. Бір столбик тастап жатырмыз ғой. Міне. Сол сияқты мына жерде біздің міне мына жерде тастап кеткен столбигіміз бар. Сөйлеген бір столбик. Міне екінші столбик. Үшінші столбик міне. Бекітеміз. Пышный столбикті бекітеміз. Накид. Қайтадан осылай қайталай береміз ары бері. 2, 3. Бекітеміз. Накид. Соңына дейін өздеріңіз тоқыңыздар. Енді фиолетовый түсті мен аяқтадым. Крестик болып шығу керек сіздерде де. Енді қызыл түсті жіппен тоқым 1, 2. Фиолетовый түсті жіпті тартамын. Соңғы тоққан жібімді тарттым, е. Енді бұрамын. Тоққанымды міне. Тура осы жерге бір столбик без накида. Енді накид. Тура мына жерге пышный столбик тоқимын.
2 3 міне. Енді сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Тағы да біраз қатар өздеріңіз тоқып шығыңыздар. Міне қараңыздар, осындай өте әдемі болып шығады. Мен осындай узормен плед тоқығанмын. Өте әдемі және қалың болып шығады бұдан. Сіздер не тоқитын едіңіздер, осындай узормен комментарияға жазып өтсеңіздер. Және де менімен болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, тағы да менің қызықты видеоларым бар. Тоқымаға ғана байланысты емес, бисероплетение де бар. Лайк басып, комментарий жазып өтіңіздер.